Бүгін лагердегі мектеп оқушыларына осындай компот жасап апардым. Бір жасағанда 15 литр шығады. Баклажкалерге құйып морозильникке сақтауға болады. Той жиындарда шөлді басатын ең керемет сусынның бірі. Ең бірінші видеоға лайк басып қойыңыз, рецепті сақтап алыңыз. Алдымен барлық көкөністі жуып тазалап бөліп аламыз. 30 грамм каркаде саламыз салқын суға. Оның үстінен лимон, 1 килограмм апельсин, алма саламыз және 1 кило 200 қант саласыз. Сол кезде тәттілеу болады. Бір бума осына жалбызды салып жіберіп, бұрқ еткізіп, бір қайнатып өшіреміз. Суығаннан кейін сүзіп алып, осылай 5 литрлік баклажкалерге құйып, морозильникке сақтауға болады. Той жиындарда шөлді басатын таптырмас сусындардың бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшам пайдалы түрлі сусындармен, ыстық тағамның рецептімен бөлісемін. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Жақын адамыңызбен осы видеоны жіберіп бөлісіп қойыңыздар. Ыстық сүтке лимонның суын қосып, осындай творог жасадым. Майлы, үгілмелі, тәтті, күшті болып шықты. Сіз де дайындап көріңіз. Ең бірінші бізге сүт қажет болады. Мен осы отборный сүтін пайдаландым. Үй сүтіндей пайдалы, витаминдері толық сақталған. 3,2% қолдансаңыз болады. Кастрюльге 3 литрін құйып алып, үстінен 20% қаймақты қосып бір араластырып, газге қойып ысытамыз. Ыстық сүттің үстіне лимонның суын қоссаңыз, дәл осылай іри бастайды. Жай отта 10-15 минут қайнатсаңыз, ірімшіктер осылай бір-біріне жабыспай, іркілдек болып тұрады. Оның үстіне кішкене айран қосып, бір қайнатып алсақ, сар суынан тез бөлінеді. Мата сүлгіге осылай сүзіп аласыздар. Сосын сар суынан басқа нәрсе дайындауға да болады. Ішсеңіздер де болады, өте пайдалы. Және де осы творогын үстінен қатты затпен бастырып 1 сағатқа қойсаңыз, суынан ажырап, осылай үгілмелі творог дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пирогтарға, булочкаға керемет кетеді. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшам пайдалы тіркеліп алыңыз. Осы видеоны жақындарыңызбен де бөлісіп қойыңыздар. Ас болса, үйіңізде жейтін ештеңе қалмай, бірақ та таңғы асқа тойымды бір нәрсе жасап жегіңіз келсе, осылай дайындаңыз. Магазинге барып 2 жұмыртқа, 2 сосиска және азғантай сырды сатып алыңыз. Одан кейін табаға май жағып, дәл осылай сосисканы орналастырып, үстінен жұмыртқаны құйып шығамыз. Азғантай сырды себелейміз. Холодильникте қалып тұрып қалған осы укропты да қоса салыңыз. Енді таңғы ас одан сайын тойымды әрі пайдалы, белокқа бай болу үшін СК брендінің осындай туна пеликан тон етісін пайдаланып көріңіз. Өте дәмді болады. Қараңыздар, жаңағы пісірген жұмыртқа пицца сияқты болып шықты. Міндетті түрде осылай жасап көріңіз. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшам пайдалы тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын. Жұмыстан шаршап келгенде осы тағамды жасай салыңыз. 15 минут уақыт кетеді. Ұн қуырдақ, нан салма тағамына ұқсайды. Қамыры жабыспай, осылай күшті болып піседі. Ең бірінші видеоға лайк басып, рецепті сақтап алыңыз. Майды қыздырып, үстінен пиязды салып, жақсылап қуырамыз. 2 үлкен ірі пиязды қолдандым. Одан кейін тушенкамызды салып, енді қақпағын жауып бір қайнатып аламыз. Қамыр жайып, кеспе кесіп отпай, дәл осындай кеми өнімінің эксклюзив кеспесін пайдаландым. Тура ұн қуырдақтағы қамыр сияқты нан салманың қамыры ұқсап әдем болып піседі. Үстіне су құйып, осыны 10 минут қайнатамыз. Арасында 1-2 рет араластырып тұрыңыз. Осымен біздің қамырымыз да піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздерші, өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшам пайдалы түрлі рецептермен бөлісемін. Сондықтан тіркелуді ұмытпаңыз. Жақын адамыңызға да жіберіп қойыңыздар.